Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай роликовый шов деп аталатын осындай тігіс түрін тігіп үйренетін боламыз. Ең алдымен бізде мына жерде екі ине тұрады, LR деп жазылып тұрады. Сол L деген инені мына жақтағы инені алып тастайсыздар. Мына R деген ине осы жерде қалу керек. Одан кейін мына асты жағын ашып, пышақты төмен түсіреміз. Мынаны былай итерсек, пышақ қозғалады. Міне пышақты төмен түсіреміз. Одан кейін мына жерде бізде осындай құрылғы тұр. Мына жерде біз S деп тұр. Мынаны бүйтіп итерсек, мына қозғалады бізде мына қызыл. Осы қызылды мына R дегенге алып келеміз. Міне болдық. Енді мына жақтағы нені, құрылғыны R дегенге қоямыз. R деп тұр. Ал мынаны 1,5 алып келеміз. Ал енді тігіп көрейік. Міне қараңыздар, бізде осындай тігіс шықты. Сіздер де осылай тігіп көрсеңіздер болады. Жаңағы юбканың, көйлектің, етектерін осылай өңдесеңіздер болады.